Сәлеметсіздер ме, құрметті қолданушылар? Пән бойынша үлгерім бөлімі нақты бір пән бойынша оқу нәтижелерін сыныптар мен параллельдер бойынша талдауға арналған. Бұл есепті мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі қолданады. Мұғалім тек өз пәні бойынша есепті көре алады. Сол жақ мәзірден келесі бөлімді ашыңыз. Есептілік, пән бойынша үлгерім. Беттің жоғарғы бөлігінде кезеңді таңдаңыз, пәнді таңдаңыз, бір немесе бірнеше сыныпты параллельді таңдаңыз, есепті көрсету батырмасын басыңыз. Қосымша мүмкіндіктер: барлық сыныптарды таңдау, таңдауды тазарту. Содан кейін есеп төменде көрсетіледі. Кестенің үстінде келесі мәліметтер көрсетіледі: оқу жылы, кезең, пән. Әр сынып бойынша келесі мәліметтер көрсетіледі: сынып, оқушылар саны. Үлгерім көрсеткіштері: үздік, баға 5, жақсы, баға 4, қанағаттанарлық, баға 3, қанағаттанарлықсыз, баға 2, есептелді, есептелмеді, босатылған, таңдалмады, аттестатталмаған, уақытша аттестатталмаған. Барлық мәндер ол оқушылар саны. Негізгі көрсеткіштер: орташа балл барлық қорытынды бағалардың орташа арифметикалық мәні. Үлгерім: оқу материалын меңгерген, яғни 2 бағасы жоқ оқушылардың үлесі. Білім сапасы: 4 және 5 алған оқушылардың үлесі. Журналға өту үшін журнал бағанында көрсеткіні басыңыз. Таңдалған сыныптың журналы ашылады, онда әр сабақ бойынша бағаларды көруге болады. Есепті жүктеу үшін Excel-ге жүктеу батырмасын басыңыз, файл компьютеріңізге сақталады. Деректер барлық қорытынды бағалар қойылғаннан кейін ғана көрсетіледі. Бір уақытта бірнеше сыныпты талдауға болады. Сыныптарды өзара салыптастыру ыңғайлы. Пән бойынша үлгерім бөлімі, пән бойынша білім деңгейін бағалауға, сыныптарды салыстыруға, журналға тез өтуге мүмкіндік береді. Егер сұрақтар туындаса, әрқашан білім класс қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі бейнелерде кездескенше.